Бүгін Шыңғырлау ауданында кеңсе отырысы болды әкімдермен. Қазіргі таңда Шыңғырлау ауданына 374 миллион ақша бөлініп тұр. Шыңғырлау ауданына бағыттар балық шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, бақша шаруашылығы және мал шаруашылығы бойынша клиент жинап жатырық, тұрғындар жинап жатырық. Қазіргі Шыңғырлауға өсімдік шаруашылығы мен бақша шаруашылығына тұрғындарды көбіне шақырамыз. Жеке кәсіпкерлерге 9 миллион 200 максимальный сумма беріледі, а СПК ашатын болсаңыздар 29 миллион 500 мыңға дейін несие алуға болады. Бақша шаруашылығына 9 миллион 200 жеке кәсіпкер болып ашылатын болса, жеке кәсіпкермен ашылатын болса, 9 миллион 200 залогы болу керек. Залогы примерно 15 миллиондай залогы болса, 9 миллион 200 алуға болады. Залогы керек және кредитный историясы основном қаралатыны. Кредитный историясы қаралады. СПК ашылатын болса, 29 миллион 500-ге дейін алуға болады. Ол кісі қасына 3 кісі тіркеу керек. Залогы өте жақсы залог болу керек және. Былтыр грант алған едім, 1 225 500. Алма бағаны өсірем деп, дамытам деп, сол бағытта өсіріп нетіп келатырым. Биыл ауыл аманат несие беру несімен, бағдарласымен ұсыныс жасап, сол ұсыныспен Түркістан облысында ауыл аймақтарды кәсіпкерлердің, үлкен кәсіпкерлер бар, кіші кәсіпкерлер соларын айналып, тәжірибелерімізді алмасып, сол биыл барып қайттық. Қайтып келдім, өте ризамын, көңілімнен өтті, бәрі жақсы. Біз ол ояқта істеп жатқан зат, біз жақта да істеуге, тек еңбек етсен ерінбей, қарын тоя тірінбейді деген сияқты еңбек ету керек. Ол жақта жем-шидек жағынан, бау-бақша жағынан өте қатты дамыған. Сосын тігін цех ашқан, балық өсіру жағынан фермері бар. Нәски тігетін шығарған станоктарын алып, өздері үйінен тігіп, өздері сатылымға жіберіп отыр. Біздің жаққа да сұрадыңыз, біздің жаққа да жіберіп жатырық дейді. Интернет бойынша біздің жаққа да тапсырыстар келіп жатыр дейді. Көрпе тігіп жатыр, көп нәрселермен айналысып жатыр. Сол бағдарламамен барып қайттық, көңілім толды, өте қуаныштымын. Бізге де істеуге болады негізі. Несиелерді биыл аламыз деп ойда жүрік. Жоспарлап отырық. Егерде бәрі жақсы болып, кепілдігіміз өтіп бәрі жақсы болса, құжаттарымыз алдағы уақытта Алла қосса дамытамыз деп асырамыз деп ойлап тұрық.